Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге домашний агушаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай, дәмді болып шығатын агуша, ешқандай химикаты жоқ, балалардың сүйсініп жейтін тамағы десек те болады. Ең алдымен біз алмаларымызды жақсылап жуып аламыз да, және осындай қажет емес жерлердің барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Шіріген жерлердің барлығын алып тастаймыз. Жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Қажетті заттарды астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Алмамыздың барлығын осылай тазалап алатын боламыз. Менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алмамыздың барлығын тазалап алғаннан кейін бір жуып жіберіп, осылай майдалап кесіп алатын боламыз. Өте пайдалы. Және де екі заттан дайындалатын осы агушамызды жасап көрсеңіздер болады. Жасап көргеннен кейін астында комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Алмамыздың барлығын осылай салып алғаннан кейін үстіне шекер қосатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша шекерін қосатын боласыздар. Алмамыз қайнап шыққаннан кейін өзіңіз шекері аз болса тағы да шекерлер қоссаңыздар болады. Жақсылап бір араластырып жіберіп газге қойып қоятын боламыз. Бір қайнағаннан кейін астын жай қойып жарты сағатқа дымдап қоятын боламыз. Арасында осылай араластырып тұруларыңыз керек, астына жабысып қалмасын. Алмамыз езілгенге дейін қайнатып алатын боламыз. Егер қатты алма болатын болса, жарты сағаттан да көптеу қайнауы мүмкін. Осылай езіп қарап тұратын боласыздар. Дайын болған алмамызды кішкене суытып қоятын боламыз. Одан кейін ситаның көмегімен қабығын бөлек алып алатын боламыз. Ситаның көмегімен алмаларды ажыратып алғаннан кейін уже агушамыз дайын болады. Балаларға бере берсеңіздер болады. Егерден ситадан өткізбейміз десеңіздер, басында алманы сыртын ашып қолдансаңыздар да болады. Сол кезде бұлай ситаның көмегінен өткізбейсіздер. Картошка езетінмен езіп уже қолдана берсеңіздер болады. Егер осылай ситаның көмегінен өткізсеңіздер, тура агуша болады. Дәмі менің балаларыма қатты ұнады. Жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта